сами өзіміз ойланбайтын. Бізде тоже Айгүл деген Айгүлді білесің ғой? Алдында келіп. Сол екеуміз мен кеттік, ұзақ жүрдік. Наконец-то үйіне жеттік біз жаңағы кісінің. Алғашқы құтылған уже. Бірақ есігін ұрдық, ол кісі есігін ашпады бізге. Олар үйінде ашпады ма, или үйінде жоқ болды ма? Әйтеуір біз есігі ашылған жоқ. Біздің сен қайттық, түнгі бізде алғашқы қап-қараңғы болды, сондай уақыт болды да? Иә. И қап-қараңғыда келе жатырмыз жаңағы Айгүл екеуміз. Сол тапқызын келемізден бе? Мен Айгүл екеуміз жаңағы келе жатырмыз. Сөйтіп, артымызға бір адам түсті, Мария. Который костюмде, нормальный адам, түрі нормальный. А так ол маньяк екен. Оның маньяк екен қалай білдік. Артымызға түсті жаңағы адам. Сосын біз екеуміз келе жатырмыз. Мен қорқып жатырмын. Біз тоқтасақ, ол да тоқтайды артымыздан кішкене алыс жерден. Біз жүрсек, ол да жүреді. Сосын барып, мындай жолдың мындай жеріне келдік та. Мына жақ қарай тупикпен жетуге керек болды. И осындай көше, ұзын осындай көше бар ғой біздің осы көше. Дәл осындай көшемен жететін екі жолымыз болды. Мен айтамын Айгүлге, Айгүл, давай на тупиктармен тез өтіп кетіп қалайық дедім. Айгүл айтты, Айгүл кішкене ақылды ғой негізі. Жоқ, Айгүл, давай үлкен жолмен кетеміз, не болса да деді. Мен жарайды деп, үлкен жолмен өттік. Сосын андай жерде үлкен базар болды. Сосын уағызшы ғой енді ол Айгүл. Көбінесе уағыз айтып жүреді. Көшеқарана базарға бірінші болып кіруге болмайды, и базардан ең соңынан шығуға болмайды деді маған. Сосын ол да енді жол бір-бірімізді жұбатып әңгіме айтып келатырмыз. Сондай бар, запомни, базарға білмеймін неге осындай хадис бар екен. Бірінші болып кіруге болмайды екен, ең соңынан шығуға болмайды екен. Соны айтты Айгүл сол жерде. Өзімше ол дәлелің бар ма деп Айгүлге да мен былай бұрылдым. Айгүл алдында өтіп кеткен ғой. Мен Айгүлге, Айгүл ол кезде бір деді. Не айтса, ол дәлелің бар ма деп шығатып, оған сен сөзіне хадис бір нәрсе бар ма деп. Қарап қалғаным сол еді былай да, для меня говоря. Сен маған қарасай, дәлелің бар ма деп. Деп қарағанда менің мойнымнан бағып жаңағы ер адам мойнымнан қылқындырды былай. Қатты жұдырығымен бір-ақ ұрды мойныма. Деп сол кезде кішкене дем жетпей қалды маған. И жерге құладым мен. Қорыққаннан, көшеде тұрар. Ана өтіп кетсінші ана адам. Өтпей ма, өте ма ол. Короче, мен сол жерде айқайладым. Ля иляха иллаллах. Сол бар уақытымызды алдыңдар. Сол жерде мен ля иляха иллаллах деп айқайладым. Енді ол кезде мен хиджабта болған жоқпын, Айгүл хиджабта болды. Намаз оқимыз, иманымыз кішкене жоғары. Жаңбыр жауып жатыр еще. Мен жаңағы ля иляха иллаллах деп айқайлаған кезде жаңа адамның өзі шошып кетті деймін, бар ғой. Анандай арық болған, осындай біз осындай жолдың келе жатырмыз. Мен андай жерде кішкене арық болды. Ол жолдың арғы бетіне өтіп кетті жаңағы адам. Сосын барып мен шоктамын, ана отырмын жерде. Айгүл қолынан ұстады, тұрғызды, ой жүгірдік. Алды артымызға қарамаймыз. Біз жаңа тротуармен келе жатырмыз ғой осындай. А сіздер пока отырып бір-біріңізді көтеріп тұрсыздар, анау адам. Жоқ, ол адам ар жақта. Мен ля иляха иллаллах деп шыңғырған кезде ол кішкене андай жерде қарап тұрды бізге. Қарап тұрды дағыны. Жоқ, ол сайтын ғой, ұрды. Менің мойнымнан былай ұрды, жерге құлатты. Жерге құлатты дағыны мен жаңағы ля иляха иллаллах деген соң. Қашып кетті ме? Ол өзі жолдан былай секіріп, арықтан ары былай өтті да, андай жерде тұрды. Сосын барып біз Айгүл қолынан ұстады дағыны. Алды артымызға қарамай, тротуармен емес, мынандай көшенің ортасынан былай жүгірдік. Машина былай қарай келе жатыр, біз машина қарама қарсы. Жүгірдік. Жаймен жете алмай жатқан екі остановкалық жер болған. Остановкаға жүгіріп жетіп келдік. Адамдардың бәрі тұр остановкада. Остановкада тұрсақ, жаңа костюм шалбар киген, өзі ұры, сондай маньякқа ұқсамайды киімі. Біздің қасымызға қарап, біздің бетімізге былшиып, бетімізге қарап, оңбағанда шошқа қарап кетіп бара жатыр анау. Біздің алдымыздан өтіп кетті. Сонда ол не істегісі келді да? Егер біз сол жерде слабый болғанымызда, или білмеймін, сол ары қарай сүйреп алып кететін бе еді да, не істейтінін Құдай біледі. И ол жерде біз екеу болдық.
сосын Айгүл айтады, одан ол мынандай история. Айгүл айтады, жаңағы адам дейді, менің бетіме бір қарады да, мен алдынан өтіп кетті, мен Айгүлдің алдында жүрмін ғой енді, осындай екі аяқтық жол ғой, мен қорқып, Айгүл кішкене артында қалған. Менің бетіме бір қарады дағыны, барып сенің мойныңнан былай қылқындырды дейді. Айгүл айтады, мен айтамын, Айгүл айтады, мен енді толықпын ғой, маған күші жетпейтінін түсінген ғой дейді Айгүл. Сосын жоқ,